Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Котел ұсынып, үйден отоплениеден артылып қалған трубалар ғой. Скотчтап жақсылап кусогына дейін орап салып кетіп едім. Мына жерде 2 подаш, 2 обратка, ыстық су, мұздай су. Мына крайниктер керек болады. Астына элеватор жинау үшін. Элеватор деген түсінбей жатсаңыздар, біткеннен кейінгі видеода түсінікті болады. Навиан деген котел 240 квадраттық. Астына осылайынан подаш, обратка, подаш, обратка, су, мұздай су. 240 мынадай жазылып тұрады, 24 кдп. Сосын коробкадегі мынадай штрих-кодтарды коробканы лақтырып жібермеу керек. Гарантийный талонға штрих-кодтың біреуі жабысады. Гарантиясын қоюға келген кезде котелді мына жерге ілеміз. Газ, мына жерде газдың трубасы, мұржасы ар жаққа шығады. Подаш, обратка. Шағын үй, алдыңғы нөлден отопление деген видеода бар. Осы үйдің полный жұмыстары бұрынғы. Радиаторға бір подаш, бір обратка. Теплый полға бір подаш, бір обратка келеді. Теплый пол. Алдында да видеоларда көрсеткен, сілкеп келетін еді. Екі-неге электрик жалғап кетіпті, әдемелі автоматтарын қойып. Радиаторлар ілінеді. Кезінде атылып қалған заттар котел установка керек болады деп пакетке скотчтап кеткен. Жерге радиаторларын ілеміз, орын-орнына. Липкастың алдында тартылған отопление. Липкаст тартып болды, енді чистовойын. Радиатор ілетін құлақшалар. Жерге де бір радиатор ілінеді. Осы жерге алдық жаңа радиаторды. Бұл радиатор алып жүрмей қойыңыздар, бейметал. Бұл радиатор шіріп тесік болып шықты. Мүмкіндікше новыйдан салған дұрыс. Сонымен котел установка бітті. Навиан деген котел. Мұржасы ар жағына алай шығады мінеге. Воздух ташып, мынадан түтін шығады. Білмейтін кісілерге. Мұржа углонмен тұру керек, ішінде конденсат далаға ағып кету. Мына пульт енді үйдің ішіне кіргіземіз, мына жерде тесіп. Мынау әр үйге қойылу керек. Котельныйға біреу, тамақ істейтін газға біреу. Клапан ғой. Газдың иісі шыққан кезде мұрны иіс сезеді, шиқылдайды, ана клапанға команда береді, тоққа қосылып тұрады негізі. Сөйтеді, ана жерде клапан жауып қалады. Сонымен
газда утечка болды, жаңа уланбаудың жолы, өрт болмаудың жолы қазір. Мына жерде подаш, екі обратка. Мұздай соны фильтр арқылы өту керек котелға. Болмаса барлық котелдар гарантияға печать баспайды, фильтр салмаса. Ішінде тас бар. Накип толмау үшін газдың ішіне суды жұмсартып беретін. Мұздай су келді, ар жақтан нагород суаратын су. Және қалдырып кеттік. Мына жерге бір радиатор қойдық, 5-еулік радиатор. Осы жерді жылтып тұру үшін. Сонымен осылай болды. Жағып қояйын.